Сәлеметсіздер ме оқырмандарым? Қалай ағзаны тазартуға болады? Бүгінгі видеом осы сұраққа жауап болмақ. Ағзаны күрішпен тазалауды айтқан болатынмын. Бүгін шөптер тұнбасымен ағзаны тазалау туралы айтпақпын. Каналымда қызықты және пайдалы видеомды өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ағзаны жылына бір рет тазартып тұрған тиімді. Бұған қатысты түрлі амал бар. Соның ішінде 4 түрлі емдік өсімдік қосылған. Мына төмендегі тұнба дайындау жағынан оңай. Керегі түймедақ, ромашка, шайшөп, зверобой, өлмес шөп, бессмертник, қайың бүршігі, березовые почки. Мұның бәрінде дәріханадан табу қиын емес. Осы 4 емдік өсімдіктің әрқайсысынан тең мөлшерде, мысалы 100 граммнан алып араластырып, бөлек шыны ыдысқа салып қойғаныңыз дұрыс. Оны бетін жауып сақтау керек. Тұнба әзірлеу үшін осы араластырып қойған шөп қоспасы керек. Бір ас қасық қоспа үстіне жарты литрлік қайнаған су қосып, жылы орап 20 минут тұндырады. Оны таңертең аш қарынға және кешке ұйқы алдында бір шай қасық бал қосып, бір стаканнан ішеді. Емдік курс араластырып дайындаған қоспа таусылғанша жалғасады. Бұл тұнбаның ерекшелігі неде? Пайдасы қандай? Жоғарыда айтылғандай, ол ағзаны тазартады. Оған қосылған емдік өсімдіктердің әрқайсысы ағзаны тазартуда елеулі рөл атқарады. Бауырды, бүйректі, асқазан мен ішекті, өт жолдарын, тіпті тамыр қабырғаларын да тазартады. Процесс табиғи түрде, яғни баяу өтетіндіктен, одан бірден нәтиже күтудің қажеті жоқ. Табиғи тәсілдер әрдайым біршама уақыт күтуді талап етеді. Бүгінгі видеом осындай. Видеом ұнаса лайк басып, пікір жазуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.